without you. Сарайшық музейіне келіп жатырмыз. Сарайшық музейінің тарихымен, соның құрылысымен, ішіндегі жәдігерлермен танысып жатырмыз. Бұл Сарайшық музейі сол кездегі әкім Иманғали Тасмағамбеттің бастауымен ашылған екен. Осы күнге дейін қазір үлкейіп, қалыптар өте көп келіп жатыр. Сыртта жеті қанның ескерткішімен таныстық. Қазір ішкі музейдің іштегі жәдігерлермен танысып жатырмыз. Бізге қызмет көрсетіп отқан осы қызметшілер экскурсовод Назерке оңай деген қардастарымызға көп рахмет айтамыз. Бұл Сарайшық музейінің Атырау халқына, біздің өсіп жатқан балдарымызға көрсететін тәрбиесі өте көп деп ойлаймын. Бастамаларыңыз құтты болсын, халық көп келсін деп айтамыз. Мүмкіндігі шектеулі жандарды осындай Сарайшық мұражайына әкеліп, біз енді өзіміз, мына көзіміз көрмесе де, өзіміз өзі бәрін қолымен ұстап, өзіміз былай сезіп, жақсы әсер алып жатырмыз. Осы мұражай мамандарына, бәріне осы жақсы қыздар осы айтып, бәрін түсіндіріп неткеніңіздер, сіздерге көп рахмет. Отбасыларыңызға амандық, береке болсын. Мына дүниенің қайғысы ақ жауындай үзілмей жаусада, қуаныш анда-санда найзағайдай жарқ етеді өшеді. Бұл неліктен? Бұл адам баласының қиянатының көптігінен, мейірімнің аздығынан дейді. Осындай бүгін мейірімді бізге бір төгіп, мынандай не көрсетіп жатсыз, осындай көңіл көлтіл бол дейді. Осындай біз бүгін көңілменен үйге барып, осындай әсер алған бәрімізде. Сіздердің мына мұражайға осында сыйватқан барлық қыздарға, бас директорыңызге тек тілейтініміз амандық болсын, елімізде береке, бірлік болсын. Отбасыларыңызда тек қуанышпенен тек сәттілік болсын. Осындай жақсы істеватқан істеріңіз, мына тарихты білу деген, ол деген бәрі мына ұрпаққа да, білай елге де бұл деген жақсы нәрсе. Сондықтан бәріңіз тек аман болыңыз, денсаулықтарың зор байлық берсін деген келеді. Рахмет бәріңізге.